әлемдегі ең элиталық 5 арнайы жасақ. Элиталық арнайы күштер елдің ең жоғары дайындалған және ең қуатты күштерінің бірі болып табылады. Олар басқа күштер барудан қорқатын жерлерге саяхаттайды, ықтимал қауіп-қатерлерді іздейді, әскери нысандарды жояды және қауіпті құтқару операцияларын орындайды. Бұл әскерлерді бір-бірімен салыстыру қиын болғанымен, кейбір әскерлер өздерінің мықтылығы мен қарсыластарына тудыратын қорқыныштың арқасында ерекшеленеді. Бұл топтар қарқынды жаттығулардан өтеді. Арнайы әуе қызметтері. Ұлыбритания, САС. Арнайы әуе қызметтері САС 1941 жылы құрылған. Ұлыбританиядағы ең алғашқы және мүмкін ең жақсы арнайы күштердің бірі болды. Арнайы әуе қызметтері 3 құрамдас бөліктен тұрады. Тұрақты 22 САС батальоны, 21 САС және резервтегі 23 САС полкі. 22 САС полкі 4 полкке бөлінген: A, B, D және G. Әрбір бөлімше 4 топқа бөлінген, шамамен 65 адамнан тұрады. Әрбір бөлімшенің жеке штабы бар, оны командирі басқарады. Ауған соғысы кезінде британдық САС маңызды рөл атқарды. САС операторлары ақштың юбилей кодты әскери барлауымен келісілген құтқару миссиясы кезінде Ауғанстанның Бадахшан ауданының кепілге алынғандарды аман-есен босатып алды. Ұлыбританияның САС маңыздылығы әлемдегі ең қабілетті арнайы күштердің көпшілігі САС доктриналары негізінде құрылғанымен бағалауға болады. Америкалық Делта күштері оның басты мысалы болып табылады. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Әскери теңіз күштері. Америка құрама штаттары. Америка құрама штаттарының әскери теңіз күштерінің теңіз әуе және құрлық бөлімшелері 1962 жылы әскери теңіз күштерінің арнайы соғыс корпусы мен ақш арнайы операциялық тобының бірлескен күш-жігері ретінде құрылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан бастауға болатын болса да, ол 1961 жылы Вьетнам соғысы кезінде қазіргі заманғы САИЛ дүниеге келді. Әскери теңіз күштері соңғы жылдары, атап айтқанда 2003 жылы Иракқа басып кіру кезінде ұрыс аймақтарында шынымен де айналысты. Әскери теңіз күштерінің ең жақсы жетістігі Нептун найзасы операциясы болды. Олардың жаттығу әдістері өте қатал және оларды кейде зорлық-зомбылық деп атайды. Жұмысқа қабылданар алдында типтік САИЛ үміткері қатаң физикалық және психикалық жаттығулар кестесінде 1 және 1 жылдан астам уақыт кетеді. Альфа тобы, Ресей. КСРО-да 1974 жылы 29 шілдеде КСРО 7-ші отдел 5-ші бөлімі А тобы деген атпен құрылды және қазіргі Ресейде өз қызметін жалғастыруда. Журналистер мен қарапайым халық арасында ол Альфа Групп немесе жай ғана танымал брендке айналған Альфа деген атаумен жақсы танымал. Ойымпел арнайы бөлімшесінің бірге Альфа тобы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін шешетін ең танымал ресейлік антитеррорлық бөлімшелер болып табылады. А дирекциясының негізгі міндеттері: террористік актілердің алдын алу, лаңкестерді іздеу немесе жою, кепілге алынғандарды босату және тағы басқалар бойынша арнайы күштердің операцияларын жүзеге асыру болып табылады.
Сонымен қатар Альфа тобының жауынгерлері ФСБ басқа да операцияларға қатысады. Ресейде ерекше және күрделі жоғары, сондай-ақ ыстық нүктелерде, оның ішінде Ресей, Чечня, Дағыстан, Ингушетия және тағы басқалар республикаларында әрекет етеді. Арнайы бөлімше арнайы тактика мен құралдарды қолдана отырып, терроризмге қарсы арнайы операцияларды жүргізуге арналған. Маркос, Үндістан. Маркос деп қысқартылған және ресми түрде теңіз командалық күштері деп аталатын теңіз командалары. Үндістан әскери теңіз күштерінің арнайы күштерінің бөлімшесі болып табылады және арнайы операцияларды жүргізуге жауапты. Маркос 1987 жылдың ақпанында құрылды. Маркос ортаның барлық түрлерінде жұмыс істей алады. Теңізде, ауада, үш бірте көбірек тәжірибе жинақтады және кәсібилік үшін халықаралық беделге ие болды. Маркос үнемі Джелум өзені мен Булар көлі 65 шаршы шақырым, тұщы су көлі арқылы Джамму мен Кашмирде мамандырылған теңіз операцияларын жүргізеді және аймақтағы көтеріліске қарсы операцияларды жүргізеді. Кейбір Маркос бөлімшелері үш қызметтік қарулы күштері арнайы операциялар дивизиясының бөлігі болып табылады. CCG, Пәкістан. Пәкістан армиясының арнайы қызмет тобы немесе CCG Пәкістан армиясы арнайы күштерді, сондай-ақ олар бас киімдеріне байланысты марун береттері деген лақап атпен танымал. 5 доктриналық миссияны орналастыруға және орындауға жауапты. Сыртқы ішкі қорғаныс, барлау, тікелей әрекет, терроризмге қарсы операциялар және дәстүрлі емес соғыс. CCG-ге жатқызылған басқа да оперативті рөлдер мен жауапкершіліктер мыналар жатады. Іздеу және құтқару, таралуға қарсы әрекет, іздеу және жою, кепілге алынған адамдарды құтқару, ақпараттық операциялар, бітімгершілік миссияларын, психологиялық операциялар, қауіпсіздікіне көмек көрсету және HVT аң аулау. CCG команда және бақылау тізбегі Пәкістан армиясының стратегиялық күштері қолбасшылығының доменіне жатады және оның қызметкерлері зейнеткерлікке шыққан кейін тікелей қызмет аралық барлаудан ICI терроризмге қарсы бөліміне алынады. CCG қызметі мен операциялық көп бөлігі құпия болып табылады және олардың жұмыс туралы көпшілікке ақпарат таңдау құпиясы жойылған. Құжаттар мен отставкадағы әскери ардагерлердің немесе уәкілетті жарияланған әдеби шығармалар арқылы қатаң бақыланады.